Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы салауаттық сабағы деп аталады. Ендеше біз бүгін өлең мазмұны мен суреттерді салыстыра отырып оқитын боламыз және мақалдардың мәнін түсінесіңдер. Өздерің көріп тұрғандай балалар, салауаттылық деген сөздің мағынасын мынау суретке қарап, дұрыстап, дайындап көрейік. Бірінші суретте түзу, әдемі отырған оқушыны көресіңдер. Егер сендер осылай отыратын болсаңдар, сендердің дене бітімдерің әдемі болып, сау, ауырмай өсетін боласыңдар. Ал екінші оқушыға қарасаңдар, ең жария сабақ оқығысы келіп отырған жоқ. Оның мүлдем көңіл күйі болмай отыр. Оның сонымен қатар дұрыс отырмауымен бірге дене бітімі де қисық өсетін болады. Сондықтан сендер салауаттылықты сабақтағы партаға отырған кезден бастап, түзу отырудан бастауларың керек екен. Енді балалар, сендер әдебиеттегі Арасанбай Естеновтің салауаттылық деген не деген өлеңмен танысатын боласыңдар. Ал қане тыңдайық. Салауаттылық сергекте, таза жүру өмірде, адамзаттың келбетке дақ түсірмеу тегінде. Бала болма тырысқақ, қылғыңды ел сынар, таза ауамен тыныстап, бой қыздырып тер шығар. Салауатты салтты ұғып, таңда жолдың дұрысын, спортпенен жаттығып, жаз денеңнің құрысын. Ендеше балалар, мынау суреттегі бала сияқты таң ертең тұрғаннан бастап, өз денемізге қимылдар жасап, жаттығулар жасап, одан кейін таза ауамен серуендеп, денеңді, гигиенаңды таза ұстап жүрсең, онда сен қандай бала боласың? Әрине, салауатты өмір сүретін жақсы бала болып өседі екенсің. Сонымен қатар, егер сен терлеп, денеңді шынықтыратын болсаң да, спортпен жаттығатын болсаң, онда өзіңнің денсаулығыңа көп жақсылық жасайсың. Енді балалар, мынау жерде сөздік жұмыстар жасау керек болып тұр, я? Сергек деген сөз, ол жеңіл, ширақ жүруді айтады екен. Ал келбет деп адамның түрін, бетін, кейпін, кескінін айтады. Ал тырысқақ деп жатқаны ол қыңыр, ашуланшақ, қырсық адамдарды тырысқақ деп айтады екен. Енді осы мәтіннің мазмұны бойынша саған ескерту жасалып жатыр. Сен дейді, тырысқақ бала болма дейді. Әйтпесе ел саған күледі. Сондықтан дейді, ерінбей, таза ауада тыныстап, жаттығу жасап, бойыңды қыздырып, тер шығарып, спортпен айналысқаның өте дұрыс екен. Автордың сендерге айтатын ойы осы. Келесі енді тапсырмаларды қарайық. Балалар, сендер үйде осы ақынның өлеңін мәнерлеп, әдемілеп оқыңдар. Және ақын балаларға қандай жақсы әдеттерге шақырды балаларды, осыны айтып бересіңдер. Енді мынау суретке қарасаңдар, берілген суретте баланың әдеті денсаулыққа зиян ба? Неліктен? Міне осы суретке қарай отырып, өздерің дәптерге салауаттық сақтаудың ережесін құрастырып жазыңдар. Бұл дәптермен жұмыс. Балалар, ал сабағымызды қорытындылайық. Сонымен біз мынау 3 сөзден қандай мақал құрастыруымызға болады? Шынықсаң, боларсың, шымыр. Қандай мақал шығады? Дұрыс айтасыңдар деп ойлаймын. Шынықсаң, шымыр боласың. Яғни ешкімге жеңілмейтін, күшің керемет болады деген сөз. Және бүгінгі сабағымызды біз мынау мақалмен аяқтаймыз. Дені саудың жаны сау. Егер сенің денсаулығың мықты болса,
көңіл күйіңде, өміріңде өте жақсы болады екен. Сондықтан қазір сендер дәптерге ережелерді құрастырғанда мынау жазылған сөздерді көмекке алуларыңа болады. Бұл сендер үшін таптырмас көмек. Ендеше балалар, бүгінгі күндеріңе сәттілік, өздеріңді мынау алма ағашындағы жемістей болады деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды.